Бір үйдің 5 қызы бар. Олар әртүрлі жұмыспен айналысып жатыр, іспен айналысып жатыр. Біріншісі кітап оқып отыр. Екіншісі шахмат ойнап жатыр. Үшіншісі кір жуып жатыр. Төртіншісі тамақ істеп жатыр. Бесіншісі не істеуі мүмкін? Шахмат, молодец. Ал енді келесі екінші сұрақ. Далада жасыл, үйде қызыл, кейін қара болады. Ол басқа еді, ол далада қара еді. Далада жасыл, үйде қызыл, кейін қара болады. Примерно жақындап жатыр, араларында біреуің, бірақ қайсы екенін айтпаймын. Болды ма? Жауап жоқ па? Ой! Нұрзаттікін талдасаңдар болады. Подсказка сендерге. Не үшін ол сәл ойласаңдаршы. Далада тұрған кезде топырақ жап-жасыл болып тұрмайды ғой? Жоқ, далада тұрған кезде жап-жасыл, үйге әкелесің, оны қызыл қыласың дейінші. Одан кейін қара болып тұрады. Жанған кезде қызыл болып кетеді, қара болып кетеді. Просто айтпайды.